Егер адам тамақсыз 30 күнге дейін, кейде одан да көп өмір сүре алса, ал сусыз 3, 5, 7, сирек жағдайларда 8 күнге дейін ғана өмір сүреді. Орташа алғанда, адам жыл сайын 60-70 тоннаға дейін суды өз қажеттіліктеріне пайдаланады деп саналады. Адам ағзасының өзі шамамен 70% судан тұрады. Су барлық тіндерде болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео ортасында суға 3 зат қосу арқылы ағзаны тазалап, емдеу жолдарын және жапондықтардың құпиясын ашатын боламыз. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Су аз қорытуды қалыпқа келтіреді және ағзаға тағамды жақсы сіңіруге көмектеседі. Су жылуды сақтауға және дене температурасын қалыпты ұстауға көмектесетін терморегуляцияға қатысады. Су қанның тұтқырлығын төмендету арқылы еркін қан айналымын қамтамасыз етеді және барлық органдар мен жүйелерді оттегімен және қоректік заттармен қамтамасыз етуге көмегін тигізеді. Мидың жұмысын жақсартады. Ағзадан токсиндер мен тұздарды кетіруге көмектеседі. Буындардың қозғалғыштығын жақсартады. Буындардың еркін және ауыртпалықсыз қозғалу үшін қажет синовиальды сұйықтық құрамында болады. Су тұрақты салмақ пен белсенді метаболизмді сақтауға көмектеседі. Терінің денсаулығы мен жастығын ұзақ уақыт сақтайды. Егер таза ауыз су жетіспесе, адам ағзасына не болады? Біріншіден, су-тұз балансы бұзылады. Бұл бүйрек пен қуықта тастардың пайда болуын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, буындардың жұмысына теріс әсер етеді. Денедегі судың жетіспеушілігі артрит пен артроздың даму қаупін арттыруы мүмкін. Өйткені буындардың шеміршек тіндері тым тығыз болып, икемділігін жоғалтады және буындарды майлайтын синовиальды сұйықтықтың мөлшері азаяды. Судың жетіспеушілігі дененің негізгі сұйықтықтарының ең алдымен қанның тұтқырлығының жоғарылауына әкеледі. Бұл инсульт, инфаркт, тромбоз, варикозды тамырлы аурулары және геморрой қаупін жоғарылатады. Олардың кейбіреулері денсаулыққа ғана емес, кейде адам өміріне де қауіпті жағдайлар. Судың тағы жетіспеушілігі аз қорытуға кері әсер етеді. Аз қорыту ферменттерінің өндірісі баяулап, асқазан ішек жолдары жарты күшпен жұмыс істейді. Тамақ ішекте ұзақ уақыт сақталады. Ашыту процестері басталады. Содан кейін қабыну процестері басталады. Көбінесе ағзадағы судың жетіспеушілігі созылмалы іш қатуды тудырады. Су тапшылығымен асқазан сөлі шамадан тыс шоғырланған болады. Бұл қышқылдығы жоғары гастриттің және тіпті асқазан жарасының дамуына келуі мүмкін. Су ішудің 5 ережесі. Бірінші ереже: аш қарынға су ішіңіз. Таңертең оянғаннан кейін 1 стакан жылы таза су ішіңіз. Осылайша сіз денеге түнде пайда болған ылғал тапшылығын толтыруға, қысымды қалыпқа келтіруге және қан айналымын белсендіруге көмектесесіз. Екінші ереже: тамақтанар алдында ішіңіз. Аштық сезінгенде алдымен 1 стакан су ішіңіз. Бұл аз қорыту үшін де организмнің жетіспеушілігімен сезінетін фантомдық аштықты да қанағаттандырады. Демек, сіз аз жейсіз, аз калория аласыз және салмақты басқару оңайырақ болады. Үшінші ереже: жылы су ішіңіз. Егер судың температурасы дене температурасына тең болса, яғни ол 36 градус болады, бұл жағдайда су жақсы сіңеді, ал дене оны сіңіруге аз энергия жұмсайды. Төртінші ереже: қатты тағамды сумен ішпеңіз. Ол тағамның қорытылуына кедергі келтіреді. Өйткені асқазан сөлінің концентрациясын механикалық түрде төмендетеді. Бесінші ереже: егер сіз физикалық жүктемеде болып жұмыс жасайтын болсаңыз, суды көбірек ішіңіз.
Дене белсенділігі кезінде дене ылғалды белсенді түрде жоғалтады. Сондықтан оның жетіспеушілігін толтыру керек. Егер біз спорттық жаттығулар туралы айтатын болсақ, онда жаттығудан бұрын және жаттығудан кейін суды міндетті түрде ішкен дұрыс. Лимон бұл цитрус Б дәрумендеріне, сондай-ақ Д, Е, С дәрумендеріне, макро және микроэлементтерге бай. Оның құрамында аскорбин, лимон, фолий, пантотен қышқылдары бар. Лимон қабығының құрамында антиоксиданттық қасиеттері бар эфир майлары кіреді. Осындай композицияның арқасында цитрус иммундық жүйенің жұмысына оң әсер етеді. Әсіресе күздің суық кезінде витаминдік заряд, күш пен қуат қажет болған кезде маңызды. Жалпы лимонның біздің денемізге оң әсерін ұзақ уақыт тізімдеуге болады. Лимон қосылған қайнатылған жылы су, бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, секпіл, әжімнің түсуіне жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Иммундық жүйеңізді нығайтады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш, қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суған кезде аз-аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілетіңіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыз жапырағын қосуға болады. Бал қосылған судың денсаулыққа пайдасы зор. Мұндай су ағзадағы табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсенді етеді. Яғни ас қорыту жүйесін жақсартады, иммунитетті нығайтып, тұмау, бронхит, тыныс алу жолдарының ауруларын жояды. Көпшілік мамандар алдымен аш қарынға су ішіп, сосын барып бал қосылған жылы су ішуге кеңес береді. Халқы ең ұзақ өмір сүретін мемлекет Жапония. Жапондықтардың өмір сүру жасының ұзақтығы 84,74 жас. 2020 жылы елдегі 100 жастан асқан қарттардың саны 80 мыңнан асқан. Жапондықтардың ұзақ өмір сүруінің сыры салауатты өмір салтын ұстану және күнде таңертең ұйқыдан оянғанда жылы су тұтыну. Сарымсақ қосылған су. С және Б6 дәрумені мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды. Жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су, суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі: 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп алыңыз. Эмаль ыдысқа салыңыз, оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып отқа қойыңыз. Орташа отта қайнатып, 2-3 тамшы лимон шырынын қосыңыз. 15-20 минут бетін жауып қойып, белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей 2-ге бөліп ішіңіз. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз арнасы. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.